Атырау энергетика және құрылыс колледжінің бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімінің арнайы пән оқытушысы Әділқазы Мадина Бақытжанқызы. Құрметті студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз қолданушылардың кіруін бақылау және журнал жүргізу. Бұл тақырып ақпараттық қауіпсіздік үшін өте маңызды. Себебі кез келген жүйеде бақылау болмаса, қауіпсіздік болмайды. Бұл сабақтың негізгі мақсаты қолданушылардың жүйеге кіруін бақылауды және журнал жүргізуді түсіну. Біз сол арқылы аутентификация мен авторизацияны үйренеміз, журналның қалай жұмыс істеу керек екенін көреміз және ақпараттық қауіпсіздіктің маңыздылығын түсінеміз. Сабақ соңында сіздер, студенттер, жүйеге кіруді, бақылауды түсінесіздер, журнал түрлерін білесіздер және Windows'да журналды қарай алатын боласыздар. Сонымен сабағымызды бастайық. Алғашқы кіруді бақылау. Бұл қолданушының жүйеге кіру процесін тексеру. Бұл процесс негізгі 4 кезеңнен тұрады. Логин енгізу, пароль енгізу, жүйені тексереді, рұқсат береді немесе бас тартады. Егер логин мен пароль дұрыс болса кіреді, ал қате болса жүйе кіргізбейді. Мысалы, дұрыс пароль болған жағдайда бізде журналда success деп шығып тұрады, қате пароль болса файлер деп шығып тұру қажет. Осының бәрі бізде арнайы журналға жазылып отырады. Яғни біз кейін кім, қашан, қалай кіргенін толық көре аламыз. Аутентификация. Ол қолданушының кім екенін анықтайтын процесс. Яғни жүйе бізде сен кімсің, сен расымен қолданушысың ба деген тексереді. Аутентификацияның негізгі 3 түрі бар. Ол пароль арқылы ең көп қолданылатын әдіс, екіншісі биометрия арқылы саусақ ізі Face ID, үшіншісі смарт карта арқылы кіру. Қазіргі таңда көптеген компанияларда, офистерде актуалды түрде пайдаланылып келеді. Мысалы, телефонды ашқан кезде бізде Face ID қолдансақ, бұл да аутентификацияға жатады. Негізгі мақсаты жүйеде рұқсат етілген адамдарды ғана кіргізу. Енді біз аутентификацияның қалай жүретінін анықтайық. Ол процесс бірнеше қадамнан тұрады. Біріншісі, қолданушының жүйеге кіру әрекетін жасайды. Қандай әдіспен кіретінін анықтайды. Ол Face ID немесе пароль болуы мүмкін. Екіншісі, өз деректерін енгізеді. Логин, пароль. Үшіншісі, оны жүйе бізде тексереді. Сонында жүйе шешім қабылдайды, я кіргізеді немесе бас тартады. Яғни бұл тексеру процесі. Егер деректер дұрыс болса кіруге рұқсат, қате болса кіруге болмайды. Авторизация. Бұл жүйе кіргеннен кейін не істеуге болатынын анықтайтын процесс. Яғни аутентификация сен кімсің дейтін сұраққа жауап берсе, авторизация саған не рұқсат дейтін сұраққа жауап береді. Мысалы, студент тек қарай алса, мұғалім өзгерте алады. Яғни әр қолданушыға әртүрлі құқық беріледі. Бұл не үшін керек? Жүйеде тәртіпті сақтау үшін керек, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін керек. Мысалға, студент бағаны өзгерте алмайды, ал мұғалім өзгерте алады. Осындай жүйеде тәртіпті сақтау үшін бізге керек. Журнал немесе лог. Бұл жүйеде болған барлық әрекеттердің жазбасы. Яғни компьютер бізден бәрін есте сақтап отырады. Кім кірді, қашан кірді, қандай әрекеттер жасады. Ол әрекеттер қате ма, дұрыс па соны анықтайды. Мысалға, егер біреу парольді бірнеше рет қате енгізсе, бұл да журналға жазылып отырады. Журнал не үшін керек? Жүйені бақылау үшін, күмәнді әрекеттерді табу үшін, қателерді анықтау үшін. Яғни журнал бұл жүйенің қара жәшігі сияқты болады бізде. Бізде ендігі журнал түрлері. Windows жүйесінде журналдың бірнеше түрі бар. Негізгі түрлері security log, екіншісі system log, үшіншісі application log. Security log кіру әрекеттерін, қауіпсіздік оқиғаларын жазады. Яғни кім кірді, пароль дұрыс па, қате ма соны анықтайды. Екіншісі system log жүйедегі қателерді, құрылғылардың жұмысын тексереді. Компьютер неге қатып қалды, драйвердің мәселесін анықтайды. Үшіншісі application log
бағдарламалардың жұмысын тексереді. Программалар ашылды ма, қате шықты ма, соны анықтайды. Яғни, қысқаша айтқанда, security бізде бұл қауіпсіздік, систем жүйе, application бағдарламалар болып табылады. Ендігі бізде Windows'да журналды көру. Ең маңызды журналды қалай көреміз? Қадамдар арқылы көреміз. Алғаш басында біз өзіміздің пернетақтарымызда және R кнопкасын басу арқылы шығарып аламыз. Сосын бұл жерде бізде event vwr.msc әріптерін жазу арқылы команда тереміз. Бұл жерде бізде Windows Logs, яғни журнал Windows шығады. Соған кіреміз. Бұл жерде бізде безопасность. Соған кіреміз. Бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай аудит успеха, яғни бізде өзіміздің компьютерімізде логинді дұрыс енгізгенімізді көруге болады. Мына жерде менде аудит отказ шыққан. Бұл жерде мен сіздерге көрсету мақсатында парольді қате енгізіп жазып көргенмін. Міне, осылай бізде уақытымен барлығы шығып тұрады. Соны сіздер қарай аласыздар. Құрметті студенттер, енді сіздерге тапсырма. Windows'да өз журналыңызды тексеріңіз. Оны сіздер осы сайтқа салу арқылы саласыздар. Windows'да өз журналыңызды тексеріңіз. Мен өз журналымды тексергенімді салып қойғанмын. Сіздерге де тапсырма. Солай өздеріңіздің компьютерлеріңізде Windows'да журналдарыңызды тексеріп, осы сайтқа салсаңыздар. Құрметті студенттер, бізде екінші тапсырма кіру процесін кезеңдерін дұрыс ретпен орналастырыңыз. Яғни, алғашқы кіру процесін сіздерге айтып кеткендей 4 кезеңі бар дедім, соны дұрыс ретпен орналастыру керек. Алғашқысы логин енгізу дұрыс. Екіншісі парольді енгізу дұрыс. Жүйені тексеру, рұқсат беру немесе бас тарту. Дұрыс болды біздің жауаптарымыз. Енді сіздерге тест сұрақтары. Алғашқысы, аутентификация дегеніміз не? Журнал жүргізу, журнал тексеру, құқық беру, қолданушыны анықтау. Дұрыс, қолданушыны анықтау. Авторизация дегеніміз не? Журналды сақтау, қате түзеу, қолданушыны тексеру, құқық беру. Құқық беру. Үшінші сұрағымыз, Windows'да журналды көру командасы. Қай команда деп ойлайсыздар? Сіздерге айтып кеткендей. Дұрыс, event vwr.msc команда. Бүгінгі сабақтың қорытындысы. Қолданушылардың кіруін бақылау және журнал жүргізу ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі болып табылады. Біз бұл жүйе арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз етіледі, күдікті әрекеттер анықталады, жүйе толық бақылауда болатынын түсіндік. Әрбір жүйеде бұл механизмдер міндетті түрде қолданылуы тиіс. Студенттер, енді сіздерге кері байланыс. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді, қалай түсінгендеріңізді көрсетсеңіздер, оны QR-код немесе осы сілтемеге кіру арқылы көрсетсеңіздер. Сіздерде барлығын түсіндім, енді түсініп келем, түсінбедім дейтін жауаптар болады.
Студенттер, менің сабағымды тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.